الدرس الرابع والعشرون 24 سبق. من ظلم غيره ظلم. Кім зұлымдық жасаса, басқадан зұлымдық көріледі. Арманатун сөздіктер. Арманатун жесір әйел, жүбнун ірімшік, тәнәзу тартысу, қисматун бір бөлек, ружхан басым келу, қодмун тістеп жұлып алу, роддун қайтару, киффатун таразы табақшасы, тәлашин таусылу, имсак тоқтату, ажалатун асығу, илтиқаумун жұтып жіберу, хакамын төреші, хакамун инсараф кету, иннаху әлбетте ол. Иштарат армалатун мискинатун қитатун жүбнин ли тәтәашша биха хия ва ауладу ятама. Бірде жесір міскін әйел бір бөлек ірімшік сатып алды. Жетім балдарына түскі кешкі тамақтандыру үшін. Фасарақаха хиррани ва таназа'a фи қисматиха. Сол екі кішкентай бөлік ірімшікті екі мысық ұрлап, олар бөлуде таласты. Фазахаба биха иля қирдин лияқтия бейнахума. Сонда барды олар маймылға екеуінің арасында қазылық етуді. Фафарихал қирду бизалика вастахдара фил хали мизанан. Сонда маймыл бұл жағдайға қуанды да өзінің тарасын сол кезде дайындады. وقسم الجبن قطعتين كبيرة وصغيرة وجعل كل قطعة منهما في كفة. Сол кезде ірімшікті бөлді екіге, үлкен және кішкентайға, және әрбір бөлігін таразының табақшасына салды. Фараджахатил кабирату аля сағира. Сонда үлкені кішкентайынан басым түсіп кетті. فتناول الكبيرة وقضم منها قطعة كبيرة يقصد بذلك أن تساوي الصغيرة. Сонда үлкені алды да оны түстеп бір бөлігін жұлып алды. Мақсаты кішкентаймен теңестіру еді. فلما ردها في كفة رجحت الثانية فأخذها وفعل بها كما فعل بالأولى فقال له الهران أعطيني ما بقي فقد رضينا بالقسمة. Сонда оны таразының табақшасына қайтадан қойды. Қайтарды, екіншісі басым түсті. Сонда оны жасады, біріншісі жасаған сияқты. Сонда екі мысық айтты: қалғанын берші бізге, разымыз, сенің бөлгеніңе деді. فقال لهما إن رضيتما بالعدل لا يرضى. Сонда ол екеуіне айтты: сендер екеуің разы болғанымен әділдік разы емес. ثم إنه كلما رجحت قطعة أكل منها. Кейін әр жолы басым түскен ірімшіктің бөлшегін ол жеп отырды. فقال له الهران حين رأى أن كلتا القطعتين كادتا أن تتلاشيا نرجو منك أن تمسك عن الوزن وترد لنا ما بقي. Сонда екі мысық айтты, көрген кезінде сол екі бөлшектің таусылуға бітуге жақындағандығын. Өтінеміз, тоқтатшы өлшеуді, қайтаршы бізге қалғанын деді. فقال القرد لا تعجل أيها الصديقان فإنه كما حكمت لكما ينبغي أن أحكم لنفسي ما باقي فهو قيمة تعبي. Сонда маймыл айтты: асықпаңдар екі досым, бұл сендерге жасаған менің үкімім.
Енді өзім үшін үкім жасауым керек. Төрелік етуім керек. Оның бағасы менің қиналғанымда, оның алдына қалғаны менің қиналғандығымның бағасы деді. ثم التقم الباقي من الجبن وأشار لهما إشارة الحكم العدل بالانصراف. Кейін қалғанын, ірімшіктен қалғанын жұтып жіберді де, ол екеуіне ишара етті. Әділ үкімнің ишарасындай кетуге. وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمٌ إِلَّا وَيُبْلَى بِأَظْلِمٍ. Ешқандай қол жоқ, болса Алланың қолы оның үстінде. Ешқандай залым жоқ, егер болса, залым басқа зұлымдықпен бәле болады деді. 24-ші тәмрин қазақша сөздерді арабшаға аудару. Қасапшы, бір бөлім ет салып берші. Я джаззар, а'тини қитату минал лахм мин фадлик. Ешкімге жамандық жасама. Ла таф'али суи ли ахад. Ей бауырым, асықпа. Я ахи тастаджил, ла тастаджил. Мына етті өлше. Зин хазил лахм. Екінші жағын өлше. Зинил джихатил ухра. Менің кітабымды қайтарып бер. А'ид илайя китаби. Фарид бин Салим екеуі алғыр шәкірттер. Фарид ва Салим туллабун азкия. Оны разы ете аласың ба? Хәл тастати'у ис-саада. Шіркін осы кісі сияқты болсам. Лейтани акуну мисля хаза шахс.